Сәлем достар, Ерданадан шет тілін үйрену бойынша екінші кеңес. Сөз жаттаған кезде шет тілінде әсіресе. Қанша жаттасам да есімде тұрмайды, ұмытып қала берем, тілімнің ұшына араспайды деген проблемалар болады. Осындай проблемаларды жою мақсатында мына бір кеңес ұсынамын өздеріңізге. Әдетте автобуста, қоғамдық көлікте отырған кезде, немесе жолда келе жатқан кезде тоқтап тұрған көліктердің алдында ресми нөмірін көресіздер. Және сол ресми нөмірге жалғанған 3 әріп болады. Сол 3 әріпті былай қолдануға болады. Яғни көре салған кезде сол әрбір әріптен басталатын сөзді немесе сол арқылы үлкен сөйлемдер құрап көрсеңіз болады. Мен қазір сіздерге бір мысал көрсетейін. Мына жақта The Association of Nigerian Mothers десеңіз болады. Айштейру ишано хана десеңіз болады. Мына жерде Aujourd'hui danseur travail десеңіз болады. Немесе ашта деншаде ханашимас деген секілді сондай сөйлемдерді, сөздерді құрай берсеңіз болады. Бұл лайфхак сізге несімен көмектеседі? Әдетте біз сөз жаттаған кезде немесе кез келген бір дүниені естелік қылып миымызда сақтаған кезде нейрондар өзара байланыс түзеді. Егер ол естелікті немесе сөзді жиі қолданбасаңыз, байланыс не әлсірейді немесе миыңыздың терең қатпарларында қалып қояды. Ал дәл осылай күнделікті таңертең жұмысқа барған кезде, немесе жұмыстан қайтып келе жатқан кезде, жол жөнекей серуендеп келе жатқан кезде осы 3 әріпті қолдану арқылы сөздер не сөйлемдер құрайтын болсаңыз, онда жаңағы жаттаған сөздеріңізді қайта қолдану арқылы есіңізде сақталып тұратындай дәрежеге жеткізесіз. Сол мүмкіндік айналамызда өте көп, сондықтан оны қолданып жүрейік.